Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен Марал Асхатқызы. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror. Рори Чарльз. Достар, кім деп ойлап отырған боларсыздар? Яғни Rainbow Man. Лақап атымен танымал, және сіздер жаңа ғана тыңдаған Human әннің басты композиторы және орындаушысы. Британдық соул әншісі және композитор. Ол, яғни баритон даусымен танымал. Оның алғашқы хит синглы, яғни Human 2016 жылы, ал сол атаудағы дебюттік альбомы 2017 жылы шыққан екен. 2017 жылы Brit Award'ты британский прорыв деген атаққа және Critics' Choice Award сыйлығын жеңіп алған екен. Роридің алғашқы хиті, яғни Human әні Австрия, Германия және Швейцарияда хит парадтардың көшін бастады. Ал 2016 жылы 21 шілдеде жарияланған бұл бейнебаян, яғни YouTube желісінде 10 миллион астам қаралым жинаған екен. 2019 жылы 8 желтоқсанда, яғни 1 миллиардқа жеткен екен. Ал қазіргі таңда, достар, өздеріңізде қарап тексеріп көрсеңіздер болады, бұл бейнебаян 1,5 миллиард қаралым жинаған екен. Және әр қайсысына Рори Грэхэм Германиядағы 12 радиостанцияны аралап, әр қайсысына өзінің сұхбатын беріп шыққан екен. Сыншылар Рори Грэхэмнің бруталдық көрінісіне қарамастан, дискіде көптеген хип-хоп әртістеріне тән нигилизмнен айырылған баяу ырғақтары бар. Ал Адетта және Эго тректерінде круник элементтері бар. Достар, келесі видеода сіздерге круник және нигилизмнің не екенін айтып өтемін. Нигилизм латын тілінен нихил, ештеңе, яғни мағынасын білдіреді. Жалпы қабылданған құндылықтарды, идеяларды, моральдық нормаларды, мәдениеттерді, объективті шындық, білім, құндылықтар немесе өмірдің мәні деген мағынаны білдіреді. Крунер ағылшынша тілден аударғанда төмен, тыныш, жан тәніммен айту деген, ән айту деген мағынаны білдіреді. Эстрада әншілері эстетикасын ұсынатын, яғни ұстанатын астыңғы үнмен ән айтудың жартылай ақырын айту тәсілі. Яғни осы кронингтің қарқынды және жаппай дамуы 1920 жылы басталды. 2017 жылдың сәуір айында Gorillaz тобымен бірге The Apprentice трегін жазды. 2021 жылы қаңтарда Live by Miss Adventure екінші студиялық альбомынан All You Ever Wanted синглын шығарған екен. Содан кейін Pinkпен бірге Anyway Away From Here атты екінші сингл жазды. Альбом 2021 жылдың 7-ші, яғни мамырында дүниеге келді. Достар, Human әні туралы да қызықты мәліметтер, деректер бар екен. Ән Netflixте 13 деректі фильмінің трейлерінде және BioWare'дің Mass Effect Andromeda бейне ойынында және SSGB телехикаясында, Oasis сериалында эпизодтарында қолданылған. Сондай-ақ Сверхлюди телехикаясында қолданылған. Human әнінің сәтті шығуының басты себебі оның қарапайым шынайылығы. Рори өмірдің көптеген сұрақтарына жауаптарды, яғни білмеуінен шабыттанды. Былай айтқан екен: мен жай ғана адамын деген қызықты жолдың негізгі идеясы. Әннің идеясы Рори мен Джеймс Хартманның Britpop тобының Benz Brothers әншісі арасындағы әңгімеден туған екен. Нәтижесінде Хартман трек жазуға қатысты. Әуен дайын болды. Менің досым, яғни Джейми Хартман, оны жазып, маған ойнап берген еді. Мен бірден ойладым, бұл маған қатты ұнайды.
бұл әннің сөзін жазуым керек деген сөздерді айтқан екен. Мен жай ғана адаммын. Мүмкін мен ақымақ шығармын, көзім көрмейтін шығар. Бірақ мен шындықты көре аламын. Мүмкін мен жалғанды айтатын шығармын, бірақ мен бәрін көремін. Мен жай ғана адаммын. Басқаларға өзіңнің кінәңді артпа. Және айнаға қарағанда сен нені көресің? Сен мүмкін алданып қалатын шығарсың. Сонда да мен адаммын. Көп адамдарда қиыншылық бар шығар. Және бәрін әркім өзі шеше алады деп ойлайтын шығар. Құдайым, соңында бәрібір мен адаммын ғой. Менің мойныма ештеңе артпа. Менен ештеңе сұрама. Кешірім де сұрама. Мен сені жылатқан жоқпын. Және ең соңында бәрібір мен адаммын. Мен Құдай емеспін. Мен пайғамбар емеспін. Менен ештеңе сұрама. Мен соңында бәрібір адаммын. Маған сенбе. Және өзіңнің жүгіңді басқаға артпа. Соңында бәрібір мен адаммын. Мүмкін достар, осы ән арқылы көп нәрсені ұғынуға болатын шығар. Мүмкін сіздерді де ойландырып қойған болар. Осы әннің, яғни Human әннің мағынасы осындай екен. Өздеріңізде YouTube желісінен немесе Google-дан аудармасын жақсылап қарап алсаңыздар да болады. Ойландыратын көп нәрсе бар, және сол ойландыратын әндерді жақсылап тыңдауға мүмкіндік беретін осы желілерге өздеріңіз жазып қарасаңыздар болады. Достар, бүгін біз Human әні туралы және оның композиторы туралы көп мәліметтер білдік деген ойдамын. Сол себепті өздеріңіздің пікірлеріңізді достар біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, сол жерге пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады. Біз үшін өте маңызды. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы.